Жастықты қалай ұзартуға болады? Жапонияда адамдар неге ұзақ өмір сүреді? Олардың сыры неде? Баршаңызға сәлем. Біздің арнаға қош келдіңіздер. Арнамызға жазылып, лайк басып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз. Сіздер үшін пайдалы әрі қызықты мәліметтер көп болады. Алдын ала алғыс айтамыз. Көп жылдан бері өмір сүру ұзақтығы бойынша Жапония әлем елдерінің алдыңғы қатарында. Бәріміз білеміз, жапондар ұзақ жасайды, өйткені күншығыс еліндегі әр 4-ші тұрғынның жасы шамамен 65-тен асқан. Қартаю үдерісін зерттеген ғалымдар бұл ерекше құбылысты терең зерттеген. Аз ауырып ұзақ өмір сүру үшін белгілі бір ережелерді сақтау қажет. Жапонияда бұл ережелер ерекше нәрсе саналмайды. Олардың күнделікті өмір салтының бір бөлігі. Әр қайсысы осылай өмір сүреді. Әрине, генетика адамның ұзақ өмір сүруінде белгілі бір рөл атқарады, алайда көбінесе өмір ұзақтығы өмір салты мен тамақтану тәсіліне байланысты. Жапонияда 100 жастан асқан адамдар таңғаларлық жағдай емес, бұл елде ол қалыпты құбылыс саналады. Орташа өмір сүру ұзақтығы 84 жыл. Бұл көрсеткіш ғасырлар бойы қалыптасқан. Сонымен жапондардың ұзақ өмір сүруінің сыры неде? Бірінші қағида: тұзды аз тұтыну. Жапондардың салауатты тамақтану қағидаларының бірі пайдалы тағамдарды жеу және тағамның мөлшерін азайту. Бұрынғы кезде жапондар тәулігіне 40 граммға дейін тұз тұтынған. Бұл жағдай қан қысымының жоғарылауына, жүрек пен қан тамырлары ауруларының, инфаркт пен инсульттің пайда болу қаупін арттырған. Қазір жапондардың ас мәзірінде тұз өте аз мөлшерде ғана қолданылады. Ұзақ өмір сүрудің екінші қағидасы: тойып, тамақ ішпеу. Білуімізше, жапондар, әсіресе жапон қыздары, ешқашан артық тамақ ішпейді. Олар асқазандары 80% ғана тойғанша тамақтанып, үстелден аздап аштық сезімімен тұрады. Бұл ережені салауатты өмір салтын ұстанатын көптеген адамдар да жақсы біледі. Диетологтар да үнемі артық тамақ ішудің зиян екенін айтып отырады. Себебі шамадан тыс тамақтану ағзамыздың тез тозуына келеді. Жапонияда тағам әрдайым шағын тәрелкелерде ұсынылады. Бұл дәстүрді елдің барлығы ұстануға тырысады. Күн сайын жапондар кем дегенде 7 түрлі көкөніс пен жеміс-жидек тұтынады. Тағам рационының негізгі бөлігін тұтас дәнді дақылдарды құрайды. Сондай-ақ бұл елдің сәнқой әйелдері сымбаттарын сақтау үшін тазартылған ақ қанттан мүлдем бас тартады. Жалпы жапондықтардың күнделікті ас мәзірінде тунец, сәбіз, орамжапырақ және бұрыш сияқты тағамдар жиі кездеседі. Үшінші қағида: ыстық тағамнан аулақ болу. Біраз уақыт бұрын Жапонияда асқазан рагынан болатын өлім-жітім жоғары болған. Өте ыстық тағамды жеу ас қорыту жүйесінде патологиялық өзгерістердің дамуына келеді. Біздің ағзамыз үшін зиян тек ыстық тағам ғана емес, сонымен қатар ыстық сусындар да болып табылады. Төртінші қағида: жемістер мен көкөністер. Көптеген жапондардың мәзірінде көкөністер мен жемістер маңызды орын алады. Бұған қоса олардың негізгі рационына балық, тауық еті, өсімдік майы және теңіз өнімдері кіреді. Жапондар сирек жағдайда ғана тауық жұмыртқасын тұтынады және сиыр етін тек үлкен мерекелерде ғана жейді. Жапон асханасында қант пен сүт мүлде қолданылмайды. Бесінші қағида: тамақ дайындау. Жапонияда қуырылған тағамдарды сирек кездестіруге болады. Жапон асханасында көбінесе буға пісірілген немесе қайнатылған тағамдар мен пісірілген өнімдер басым. Сондай-ақ жапондар асықпай, баяу тамақтануға тырысады. Олар тамақты таяқшамен жейді. Соның арқасында бір тамақ ішу кезінде орта есеппен 20%-ға аз мөлшерде тағам тұтынады. Алтыншы қағида: дене белсенділігі. Жапондар жиі серуендеп, таңертең пайдалы жаттығулар жасайды. Олар түрлі дене қимылдарымен айналысып, ағзаға энергия береді. Бұл олардың өмірінің ажырамас бөлігі. Егде жасқа дейін еңсені тік ұстап жүрудің маңызы өте зор. Бұл қан айналымының дұрыс жүруін қамтамасыз етіп, құлау мен ауыр жарақаттардың алдын алады. Жетінші қағида: жоғары деңгейдегі әрі қолжетімді медицина. Жапон медицинасының сапасын ерекше атап өткен жөн. Күншығыс елінде 60 жаста міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізілген. Сол себепті бұл елдің тұрғындарына кез келген ем түрі қолжетімді. Сегізінші қағида: жапондардың ұзақ өмір сүру сыры күн сәулесінен бас тарту. Ағзаны ультракүлгін сәулелерден қорғау өте маңызды. Егер кәрілік ерте келмесін десеңіз, теріңізді күннен дұрыс қорғау ұсынылады. Тоғызыншы қағида: күйзеліске берілмеу. Қазіргі өмірдің қарқынына қарамастан, жапон ғалымдары қиындықтар мен сәтсіздіктерге аз көңіл бөлуге кеңес береді. Күйзелісті жеңудің ең жақсы тәсілі жиі күлімсіреу және позитивті адамдармен әңгімелесу. 10-шы құпия: көк шай.
Жапондар шай ішу рәсімдерін өте жақсы көреді. Бұл елдің тұрғындары құрметті адамға көк шай ұсынуды дәстүрге айналдырған. Көк шайдың құрамында пайдалы қоректік заттар көп, ал оның негізгі қасиеті антиоксидант болуында. Ол бүкіл ағзаға кешенді әсер етіп, токсиндердің шығуына және зат алмасудың жақсаруына оң ықпал етеді. Сусынның құрамындағы компоненттер қабынуға қарсы әсер етеді. Көптеген созылмалы аурулардың ағымын жеңілдетеді. Көк шай сергіткіш әсерге ие, ұйқышылдықты басады, энергия береді, сондай-ақ ісікті кетіріп, зәр шығару қызметін жақсартады. Бұл шипалы сусынды мөлшермен ішу жүрек қан тамырлары жүйесінің жұмысына оң әсерін тигізеді. Көк шайға жасмин гүлін қосу холестериннің түзілуін тоқтатуы мүмкін. Қартаюды мүлде болдырмау мүмкін емес. Бұл физиологиялық үдеріс, ерте ме кеш пе барлық тірі жандарда орын алады. Дегенмен осы қағидаларды ұстана отырып, сіз жасыңыз қаншада болса да, сергек те жас қалпыңызда сақтай аласыз. Бүгінгі шығарылым сізге пайдалы болды деп ойлаймыз. Лайк басып, арнамызға жазылыңыздар. Келесі шығарылымды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар, ауырмаңыздар.